Ассалаумағалейкум. Бүгін біздің сыр подкастын қонағымыз Шалқар мырза. Шалқар, қош келдің. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Біздің подкасттың басты мақсаты адамдарға бір пайдалы контент жасау. Осы видеоны көрген адам әркім өзіне бір үлкен заттар алады деп ойлаймын. Өйткені әрдайым сенімен отырып сөйлескен кезде мен өзім қатты шабыттанамын. Сол себептен де сені шақырдым. Рахмет. Өзің бір живой мотивациясың ғой. Өзіңді оқырмандарға таныстырып өтсең. Қайырлы кеш. Шақырғаныңызға рахмет. Біріншіден, менің есімім Шалқар Қуанышбаев. Шымкент қаласының тумасымын. Жасым 31-де. Қазір Инстаграмда блогермін. Осындай жағдай қарамастан. Мақсатым сол адамдарға шабыт беру, өзімнің өмірім жайлы түсіндіру. Сол қазір блогер болып жүрміз. Керемет, Шалқар. Шалқармен біз бірге КТЛ-де оқығанбыз. Бізден сен 2 жас төмен оқыдың иә? 2 жас төмен. 2 жас төмен оқыды, бірақтан біз мектеп кезде негізінде араласпайтын тұғымыз. Сырттай білеміз енді, бәрі бір мектепте болғаннан кейін. Сен өз өмірің осы енді жағдайға түстің ғой, дұрыс па? Сол оқиғаға оралсақ, қалай болды? Өзің кішкентай кезінде де бір қызықты бір оқиғалар болатын болса, соны айтып берсең. Менен сұрап тұрады кейде жаңа оқырмандар әсіресе. Бұл жағдай толғалы бер осындай ма, диагнозыңыз қандай деген секілді. Енді арбада отырғаннан кейін қызықты адамдарға не болды екен деген секілді. Мен бұл толғалы емес, алаң қалаумен енді 18 жасымда болды осындай жағдай. Суға сүңгеймін деп байқаусызда сая жер екен, соған сүңгіп мойын омыртқам сынған екен да, жұлынға зақым келген. Содан бірден аяқ қолым отказ беріп, сол жерде істемей қалды. Мен анау есімді білем барлығын. Жүзіп шығайын десем шыға алмаймын ана жерден. Аяқ қолым істемейді. Мен бұлай жағдай ауыр болғанын ойламадым да, бұлай болатын. Сен батып аттың ба, адамдар шығарды ма, қалай болды? Иә, өзім жүзіп шыға алмадым. Құдай біледі, бәлкім сол жерде адам болмағанда, мен батып атқанын көрмегенде, бәлкім сол жерде қайтыс болып кететінім да. Сондай нәрсе бар. Енді ол жер андай ғой, бассейн ғой, адамдар көп болады. Мен секіргенде көрген адамдар. Сыртына бетіп шығып тұрғам, бірақ қимылдамайшы. Просто судың бетінде шығып тұрғам да. Олар келіп мен шығарып, кейін жедел жәрдем көрсетіп, сөйтіп алғашқы көмектер көрсеткен болатын. Сөйтіп диагнозды қалай сразу определить еттің ғой? Көптегілерді естисің да? Дұрыс емес болды басында, сол кезден уақыт өткізіп алдық деп. Бізде де уақыт өткізу деген жағдайлар болды ғой. Өйткені алғашқы көмекті біз Тараз қаласында операция жасады, ота жасатты. Енді ол жақта оборудование дұрыс болмады ма, бәлкім дәрігерлердің бір жаңағыдай қабілеті сәл жетпеді ма да. Ота дұрыс жасалмаған болып шықты. Кейіннен білдік оны. Сосын 2 айдан кейін Астанаға барып жасаттық екінші операцияны. Осы екінші операциядан кейін сәл дұрыс болды. То есть жолын қысылып қалған ғой. Бірінші операцияда оны босатпаған екен. Уже екінші операциядан кейін босатып, нормальный бола бастады. Ол нормальный дегенді түсіндірсең. Нормальный дегенде сен қазір екі қолың істейді, бірақтан контролировать ете алмайсың да? Жоқ, саусақтарым істемейді, білектен төмен істемейді. Қолымды былай көтер алам, тарта алам өзіме қарай. Бірақ итере алмаймын ары қарай. Итеретін кезде жай ғана бүйтіп қолымды жіберсем өзі түседі. Мен өзіме қарай тарта алам да, бірақ итере алмаймын. Сондай. В общем, трипсис жоқ қой менде. Бицепс бар да, өзіме қарай тарту. Трипсис жоқ, істемейді вообще. Мысалы жоғары көтере алмаймын былай да. Сондай. Енді бірінші кезде бұдан да жаман еді, мен сізге айтайын. Ол кезде бұл қай жылдар? 2013 жылы. Мен 18 дедім, сол мектепті бітірген жыл болатын. Мектепті бітіріп, экзамендерін бәрін тапсырып, ұбт-ны да тапсырып, тамыз айында шомылуға барып, бассейнде осындай жағдай болды. Содан енді бұндай ауыр болады деп, ұзаққа отырып қалам деп әрине ойламадым. Енді 1 жыл отырып, емделіп, келесі жыл оқуға барам деп жалғастырам деп ойладым. Оказывается, жағдай сәл қиындау екен. Мен оны кейін түсіндім. Сенде басында сенім болды ғой, мен аяққа тұрып кетемін. Иә. Докторлар да соған айтты ма, шанс бар деп? Барлық айтатын, тұрып кетесің деп. Одан кейін мен танитын адамдар бар. Енді қазіргі мені ерік жігер мықты деп таниды ғой, мысалы, сізде айтасыз да, сила воли мықты деп. Бұл мінез менде бұрыннан бар еді.
бала кезден мектептен де білінетін, кез келген мысалға спортқа қатысатын болсам анау жеңіліп қалсам намыстанып тырысып ары қарай жеңу үшін бәрін салатын едім да. И сабақта да сондай, мысалға жарысып оқитын болсақ біреуден қалып бара жатсам тырысып соңына дейін барып түнімен ұйықтамай сабақ оқып деген секілді сила воли, характер көрсететін едім. Кішкентай кезімде де мысалға болады көп, біреумен төбелесіп қаласың, бала ойнап ше, содан намыстанып берілмей до конца барып сөйтіп істейтін едім да. Сол мінез достарымда, әке шешемде, таныстарым, ағайлар, мысалы лицейдегі ше, тәрбиешілеріміз барлығы келіп, сен білеміз ғой дейді, Шәке, сен мінезіңді білеміз, характеріңді білеміз, сен берілмейсің, до конца барасың. Сол да қатты көмектесті дейсің ғой осы жағдайда. Иә, көмектесті. И мен өзіме сенімді болатынмын сол кезде. Ничего, енді тұрып кетеміз деген секілді. И алғашқы жылдар сеніммен жаңағыдай жаттығу жасайсың. Ол кезде бұдан қолымды қимылдата алмайтын едім. Кейін уже қолымды қимылдата бастағаннан кейін менде сәл нәтиже көре бастағаннан кейін не болады ғой? Шабыттанды ма? Шабыттанамын. Одан самай кірісіп сөйтіп не аламын. И 2010 жыл ма или 11 жыл ма менде Россияға барып реабилитацияға баруға бір мүмкіндік болды. Ол кезде қазіргідей не клиникалар жоқ Шымкентте. Қазіргідей андай оңалту орталықтары жоқ, реабилитация жоқ, оборудование жоқ ешқандай. Тек қана Россияда болатын, и шетелде Қытайда сондай неде болатын. Бізге Новосибирск қаласына нелер шықты, енді таптық интернет арқылы. Содан мияқтан ақша жинап, уже 1 миллион теңге сондай тон бір курс лечения. Ол 2010 жылы, 11 жылдар ол әжептәуір ақша да. Иә. Содан барлық жиған тегілерімізді жинап бардық. И мен баратқан кезде мынандай нәрсе болған менде. Аяқ қолым істемейді ғой. Иә. Баратқан кезде мен күтіп қалдым, мынандай болды. Хотя бы саусақтарым істеп кетсе деген. Өйткені шетелге барадым ғой мен. Иә. И анаяққа барған кезде бір ғажайып орын ала ма деп ойладым да. Ожидание болды дейсің. Иә, ожидание. Вот соған келтіріп отырмын ғой. Саусақтарым істемейтін, хотя бы саусағым істесе, ноутбукпен бүйтіп шұқылап, бірдеңе істеймін ба деп ойлағанмын ғой өзімше. Бүйтіп басамын деген секілді. Соны күтіп бардым, туысқандарға да айтамын, достарыма да айтамын. Мен кетіп бара жатырмын, емделемін, Құдай қаласа, күтіңдер, мен саусағым істеп келеді деп өзіме сендім ғой. Барам, короче, бір айда зарядка жасаймын, емделемін, дәрілер қабылдаймын. Енді ол шетел, Россия ғой. Қазақстанда жоқ нәрселер оқты. Сөйтіп барған едім. Барсам, ол жақта дәл солы. Біздің больницадан тек қана ол жақта андай нелер бар, тренажер бар. Тренажер ғана бар. Ал ол жақта жаттығуды өзің жасайсың да. Шымкентте де өзің жасайсың, Новосибирскте де өзің жасайсың. То есть өзіңе де байланысты екен да. Ал мен ойға барған кезде күтіп қалдым да. Ойға барады, дәрігерлер оқта чудо болады деп ше. Чудо болмады. Барғаннан кейін 2-3 күн өткеннен кейін түсіндім. Қатты бір өзгеріс болмайды екен ғой деп. И сол ожидание, реальность болды менде. Содан кейін депрессия сол жақта уже басталды ма? Новосибирскте басталды. Опа деп адамдар қарайсың, сұрастырасың, өйткені мен сияқты адамдар көп та. Центрде жүрген, реабилитационный центрде. Әрқайсысынан сұрайсың, қанша болды, қанша жыл болды. Саған айтады 8 жыл болды, 10 жыл болды дейді. Осы арбада отқаныма. Ал мен бұған дейін өзім осындай жағдайға түскенге дейін мән бермейтін едім. Осындай арбада отыратын адамдарға мен көрмейтін едім вообще. Көрсем де адам фокусы басқа жақта болады ғой. Иә. Сіз ойлаңыз, мен 18 жастар балам, КТЛ-да оқимын. Ол жерде арман, мақсаттарым таудай еді да. Иә. Ата-анам көмектесу, жұмыс істеу, шетелге оқуға кету, Назарбаевқа оқуға түсу дейді ғой біздің арман. И көшеден көрсең де сен фокусың басқа жақта болғаннан кейін мән бермейсің бұндай адамдарға. И көп жүре бермейді бізде бұндай адамдар арбада. Олардың өздерінің орталары бар, олардың өздерінің баратын жерлері бар, араласатын адамы бар мысалы да. И қазірдің өзінде мысалы мен өзім қалаға шығам, и специально іздеймін осындай
адамдар бар ма деген секілді. Арбада бар болса мен өзім барып танысуға тырысамын, не болды екен деп сұрауға тырысамын да, оған қалай көмектесе аламын деген секілді. Өкінішке орай көп көре бермеймін. Алматы біздің Шымкентте жүрмейтін шығар, условия жоқ шығар деп ойладым. Иә. Но осы соңғы 2-3 жылда мен блогер болып жүрмін ғой. И Алматыға да барып тұрам, специально іздеймін, қаладан көп жүріп, тоже көрмеймін бұндай адам, редко онда. Сирек болады. Неге? Ондай адамдар аз ба, или бізде все-таки мүмкіндік жоқ па оларға жүру? Мен өткен Гонконгта болдым да. Гонконгта өте көп та, барлығы далада жүр. Ол жақта адам дейтін былай ғой, олар специально өздерінің тропинкасы бар. И сонымен жүріп бара жатыр да. Көзі көрмейтін адам, то есть енді проблемасы бар адамдар өте көп та далада жүрген. Сөйтіп мен Ақнұрға айтамын, мына жақта жаман көп қой мыналар деп. Сөйтіп Ақнұр айтады, сен қарасай деп, оларға отдельно бір условия жасалынған ғой дейді да. Может быть, біздегі адамдар өте көп, бірақ олардың барлығы үйде отыр. Өйткені шығатын қасында бір адам болу керек. Сыртқа шықса машинаға қағып кетуі мүмкін дегендей. Ол неше түрлі фактор әсер етуі мүмкін. Бірақ условия, керек условия. Ең бірінші фактор адам өзіне байланысты. Бәлкім ойлаймын да, адамның характері сондай кездерде білінеді деген секілді. Әйтпесем, менде жағдай жоқ деп жата берме болатын еді үйде. Хотя мен жаттым ғой қанша жыл. 10 жылдан кейін шықтым ғой мен адам көшеге. 10 жыл жаттың да, осы 10 жылда не істедің? Сіз менің қайтпастағы үйіме бардыңыз ғой. Иә. Білесіз ғой мен бөлмемді. Иә. Сол бөлмеде жаттым ғой мен 10 жыл бойы. Если грубо айтатын болсақ. Иә, достарым келеді. Анда-санда. Иә, анда-санда келеді достарым. Олармен үстіп шығып шай ішіп қайтамыз, болды. Көшеге үй толғандай да. Адамдардың тек қана өзіңнің жақын достарың болса ғана шығасың. Қалған адамдармен қызық емес. Өйткені қалған адамдармен отырған кезде сен ана әңгімеге онша араласа алмайсың. Одан кейін алаңдап тұрасың. Жан жағыңа қарайсың, сені біреу бақылап тұр ма, сені әңгіме қылып жатыр ма деген ой болады. То есть қысыласың. Ол адам ар жақта отырып өзімен өзі әңгімелесіп, ешкім қарай бермейді ғой қазір. Енді ересек адамдар арбада отырған үңіліп тесіліп қарамайды қазір. Бірақ сен мысленно ойлап тұрасың да, қарап тұрған шығар маған деген сияқты. Мені или бір әңгіме қылып жатқан шығар, мені аяп тұрған шығар деп ойлап тұрасың. Ал достарың, өзіңнің жақын араласатын достарым, сыныптастарым, олармен әңгімеге беріліп кетесің да, уже жан жақты елемейсің, жан жаққа мән бермейсің. Сондай нәрсе бар. И достарыммен ғана шығатын, иә. Тойға да баратын болсақ, достарым үйленсе ғана баратын болды. Даже өзімнің туған әпкемнің тойына бармағам, үйлену тойына. Өйткені туысқандар келеді, сені аяйды, ойбу шалқарды бетіне алады, ондай нәрсені қаламайсың. Бір жағынан ар жақта басқа да енді құдалары бар, құдағилар бар, танитындар бар, танымайтындар бар. Выделяться еткім келмейді. Арбада отырып ерекшеленгім келмейді. Қазір мен наоборот ерекшеленгім келеді. Көпшіліктің ортасына барып спокойно жүре аламын. Қабылдадың ғой толықтай да. Мен ол нәрседен ләззат ала бастадым. И ол нәрсе действительно мен өмірім қазір ләззат бола бастады. Өйткені мен соңғы жылдары осы Төребек ағадан көп естимін. Сен өміріңді қабылдасаң дейді, ол ғажап дейді, қабылдамасаң азап дейді. Мен 10 жылда сонда үйде жатқанымда қабылдамайғам осы жағдайды. Өйткені мен Шалқар Қуанышбаевтың біріншіден мен лицейде жақсы оқыдым. Қызылға бітірдім. Назарбаевский оқуға түстім. Не бойынша, ОБТ бойынша СДУ-ға түстім, грантқа. Бішкекте Центральный Азиатский университет деген бар, тоже грантын ұтып алдым. Кемептің 50% гранты ұтып алдым да. И шетелге кетіп қалуға мүмкіндік бар еді. Еще бізде Стамбулға шақырған мен ағайларымыз, біздің завуч Ахметбей деген, сіз танитын ба едіңіз? Есіңізде ма? Сол Ахметбей бізді енді класс жетекші болды. Әрі завуч болды. Мамамды шақырып алып, осындай екеумізді отырғызып қойып, Камила апай, мен мамам аты Камила ғой. Камила апай, сіздің балаңыз жақсы оқиды сабақты. Сіздің балаңызды біз Турцияға алып кетейік, Стамбулға. Жылына 2 рет сізге Стамбулға барып келуге путевка береміз.
балаңыз көріп оқуын көріп қайтасыз деген сияқты сондай условия предлагать еткен ғой. Керемет условия, да. Иә, мен айтамын ғой Турцияға оған второстепенный балдар бар деп Америка қойған ғой. дедім, Америка ғой менікі. Мгм. MIT, Гарвард деп қуып кеткенбіз ғой ана жерде. жоқ, шынымен егер потенциал соған бар еді да. Мен просто андай мақтанғаным емес, бірақ сондай жігіт едік қой. Енді сабақта жақсы оқыдық қой. И ондай жігіт болғаннан кейін сенде менмендік пайда болады ғой. Өйткені сен сабақ жақсы оқисың. КТЛ-шіктердің арасында үздіксің. Спорт жағынан барсың. Туысқандарың арасында қадірлесің уже. Білмеймін, ақша табасың, жұмыс істейсің. Тағы не бар? Ол отношения бойынша да проблема емес. Уже до того өзіңе сенімдісің. Кез келген қызбен танысып барып номерін сұрай аласың. Андай емессің да, тартынбайсың. Өзің 18-де 17-де болсаң да өзіңе үлкен 20-25 жасар қыздармен бар сөйлесе аласың. Оның өзі мысалға Батылдық керек. Батылдық, иә. Уверенность духың болу керек. Иә. Сенімдік менде сондай еді. И сол жағдайдан аяқ қолың бірден істемей қалу, ол кәдімгідей удар екен да. Сондай жігіт, мысалы аяқ қолың бірден істемей қалып, оны қабылдау өте қиын. И қабылдамай жаттым. Қабылдамаған сайын, ерегіскен сайын, Аллаға ренжіген сайын, за что, не үшін мен осындаймын деген сайын, мен жағдайым қиындай берді. То есть депрессияның кезеңдері болады екен өзінің. Сол кезеңнің мен бір нақты айта аламын. Ең төменіне түсіп шықтым. Тіпті өзімнің туған достарым, сыныптастарым, жақын араласатын, оларды көргім келмейтіндей жағдай болды менде. Ол қалай десеңіз, олар енді университеттен жағдайын сұрап келеді ғой маған. Иә. Мен келтірмейтін. Не үшін? Ішім ашиды. Олар біреу Англияда жүр, біреу Қытайда жүр, біреу Назарбаевскийде жүр. Например, конечно. Зависть болғанда енді қуаныштысың. Иә, ішің ашиды. Неге? Қараңыз, мен мысалы 40 КТЛ-ды 45-50 адам бітірдік біздің потокта. И мен ақ жатырмын үйде. Соответственно, сұраймын мен, Алла тағалаға наразымын. Неге мен именно? За что? Не істедім мен? Қандай күнә жасадым? И білесіз ба, адам қиын жағдайға түскен кезде өзінің күнәларын бәрін еске ала деген. Ну, типа, жаза деп қабылдаймыз ғой біз. Иә. Сынақты. Но кейін түсініп жатырмын да, бұл нәрсе сынақ екен, чтобы Алла тағала өзін еске салу үшін, өзін таныту үшін да. Түсіндіңіз ба? Түсіндіре алдым ма? Түсіндіре алдым, иә. Мынандай жағдай бар. Біз түсінуіміз керек, то, что мына өмірде жазасы болмайды Алла тағаланың. Жаза деген үкім шыққаннан кейін болады. Сот. Ал сот тек қана ақыретте болады. То есть біз бұл өмірдегі қиын жағдайға түссек, ол Алла тағаланың жазасы емес, ол ешқандай. Иә. Біз солай ойлаймыз ғой. Иә, біз солай ойлаймыз почему-то. Біз мысалға банкрот болып қалсақ, или же Құдай сақтасын, бірақ бала шағаң ауырып қалса, или өзің ауырып қалсаң, аварияға түсіп қалсаң, ойланасың ғой, кімге мен кімнің ала жібін аттадым деген секілді. Кімге мен қиянат жасап қойдым, қай жерде қателестім деген секілді ойланамыз ғой. Иә. И соның жазасын беріп жатыр деп қабылдаймыз да көп жағдайда. Ол бұл Алланың дұрыс танымағандықтан да. Алла тағаланың жазасы бұл өмірде болмайды екен. Алла тағаланың жазасы үкім шыққаннан кейін. Ол үкім ақыретте ғана болады. То есть ақыретте ғана кім жаманшылық жасады, сол өзінің жазасын алады. Кім жақсылығын жасады, ол өзінің сауабын алады деген секілді. Сол нәрсені түсіне бастадым, уже жеңілдей бастады. Мен өзімді көп сөккем. Қанша жыл бойы өзімді де кінәладым, Құдайға да не алдым, наразылық таныттым да, өкпеледім. Өзім кінәлағаным то, что енді бұзық болдық қой мектеп кезінде, оны мойындаймын. Иә. Сіз де байқайтын шығарсыз енді. Шустрыймыз, андай ананы ұрып кетесің, мынаны ұрып кетесің, қыздарды жылатып қоясың деген сияқты өте көп болатын менде. Содан кейін
енді мектеп бітірген кезде тоже туысқандармен де біраз не болған, андай өзім туысқандарым арасында енді оқыған тоқыған болдым да мен. Одан кейін кішкене бір нелер болды, тәкаппарлық та болған менде. Оны кейін өзім анализ жасап түсініп жатырмын да. Содан кейін бәлкім солың барлығын дұрыс емес бағытта өзім кетіп бара жатқаннан кейін Алла тағала маған өз орныма қойды ма деймін да. Осы арқылы типа мен болып кеткенде мен барлығын істей аламын, мен ойымдағы барлығы болады, қалағанымды істей аламын дегенде жоқ, сен қалағанды істей алмайсың деген сияқты соған келтірдім ма деймін да. Егер Алла тағала қаламаса, сен даже айтамын ғой, мынау тұрған шайды алып іше алмайсың да. Соны өзің қадірлемейміз дейсің ғой. Иә, оны мән бермейсің ғой. Иә, автоматтың дене менікі деп қабылдаймыз. Сізде мысалға дене менікі, менің ақшам, менің көлігім, менің балам дейсің да. Алла тағала егер қаламаса, сен балаң болмайды ғой. Иә. Алла тағала қаламаса, сен просто әшейін чашканы алып іше алмайсың. Мен қалап тұрмын мынаны ішуге. Бір Алла тағала қаламады, іше алмаймын. Тек біреу ішкізу керек дейсің ғой. Иә. Сол себепті депрессияның енді неше түрлісі бар ғой, дұрыс па? Мен ойымша енді сен действительно депрессия деп жатқан кезде мен даже оның ойыма да келмей жатыр да. Депрессия неше түрлі ойлар келеді. Да? Ең жаман қатты ойлар қандай болды? Суицид жайлы ма? Сондай болды ма? Өзіңе жасаған келеді, бірақ жасай алмайсың да ғой, да, получается, или қалай? Сондай нәрсе де бар ғой. Мен қазір нақты айта алмай тұрмын. Мен қараңыз, лицей кезінде намазды оқыдық, бірақ ол кезде намазды не үшін оқитынымызды білмедім мен. Өйткені класстастармен бірге, сыныптастармен былай груб айтқанда за компания оқыдым. ОБД-дан жақсы алайық, бал алайық, жақсы оқуға түсейік деп дұға ететінбіз. Оның есімде бар. Бірақ андай не туралы, ақырет туралы, намаздың бір қадірін түсіне алмадық. Кейін осындай жағдайға түскеннен кейін тастап кеттім, оқымай. Өйткені қапа болдым ғой, Құдайға ренжідім ғой. Алла сақтасын, Құдайға ренжіген кезеңдер болды. Депрессияның енді ең жаман ойлар келетін да. Депрессияда мен, например, мен депрессиямды айтайын енді саған да. Мен депрессиямда еш нәрсе істегім келмейді, шаршадым, әшейін жатайын, ешкіммен сөйлескім келмейді. Мен депрессиямда. Енді сен бана иә, ойым бұзылып кетті. Намаз оқымасам да мен анау суицид туралы енді пікірім андай еді. Өз-өзіне қол жұмсаған адам ол жәннатқа кірмейді деген естігем, оқыған едім, оны бұрыннан білетін. Одан кейін ондайға жасауға не болмайтын, ой жоқ еді, құлшыныс болмайтын. Но жасау керек болса жасауға болатын еді. Жасауға болатын еді. Бірақ менде ой болмайтын. Енді намаз оқымай жатсың, я күнә жасап жатсың, окей. Бірақтан андай үміт үзілген жоқ, то что болды, осымен енді тозаққа түсемін деген ондай, Алла сақтасын, ондай үміт болған жоқ. Сол себептен жәннатқа үмітті болдық. Содан сол себепті өзіме қол жұмсау деген не алмады. Но ешкіммен сөйлеспеу, жек көру адамдарды кәдімгідей, олардың сенің жатқаныңа оларды кінәлау, соның барлығы болды. Сөйлескің келмеу, жақтырмау, туысқандар, тіпті әке шешеңді үйге телевизор қосып беріңдер деп айтамын. Өзімнің бөлмеме. Ойлаңыз, айдалада өз қайтпас, өзде адамдар келмейді ғой, үйде жоқ еді оқты. Есікті жауып, спорт каналдарын біреуін қосып қоямын. Содан өзім жатып, ұйықтасам ұйықтаймын, телевизорға жата беретін. Адамдар келе ма, мен келмей қойсын деп айтамын. Даже келсе де туысқандар или көршілер келіп жағдайым сұраса, мен кірмей қойсын, ұйықтап отыр деп айтасаңдар деймін. Жақтырмайтынын біледі. Сосын не істеймін, жақтырмағаннан кейін өздері сол адамдар келмей қояды ғой. Келмей қояды. Оның үстіне өзің жатқанмен қоймай, сен үйімдегілерге де зиян тигіздің да көптеп. Маған постоянно қасыма адам керек, біріншіден. Екіншіден, Бегнұрды білесіз, 5 жасынан қарап келе жатыр маған.
ол бала болып ойнамады, сыртқа шықпады. Футбол ойнауға шыға ма, 1 сағаттан кейін шалқар ағаң шақырып жатыр деп оны шақырып аламыз. Әке шеше мысалы тойға баратын болса біреу қалу керек үйде, бір жаққа кететін болса тоже біреу қалу керек. Сөйтіп олардың туысқандарымен қарым қатынасы нашарлап кетті. Енді тойға бару керек бірге, дұрыс па? Тоже араласпай кетті көршілермен де бәрімен. И мен сол нәрсені бүйтіп ойланып отырсам, мыналар менің осындай болып жатқаныма мыналар зиян тиіп отыр ғой. Мен не только өзіме, бүкіл семьяма зиян тигізіп жатырмын ғой деген сияқты өзімді кінәлі сезіндім да. И өз-өзін бағалау деген самооценка дейміз ғой. Менде түсіп кеткен. Бұл өмірден андай болды. Окей, бұл өмірді өйстіп жатамын. Қанша өмірім қалса да, но хотя бы арғы өмірде иншалла осы қиналып жатқаным сауабын алатын шығармын деген сияқты үміт болды. Сол жағдай мені намазға әкелді. 2017 жылдары, мен 16 жылы намазды 5 уақыт тұрақты оқи бастадым. Оқығанда да андай емес. Бұл өмірге не қойғам? Крест қойғам. Үйсіп жатам. Қанша өмірім бар, бәлкім алда тағы 30-40 жылым бар шығар. Алла берген. Соны осы төсекте өткізем. Бірақ иншалла арғы өмірде жәннатқа түсеміз деген сияқты үміт болды да. Сөйтіп намаз оқыдың ғой? Иә, намаз оқып, сөйтіп үйде жататын. Менде дәретті бірақ қалай аласың? Көмектеседі ғой үйдегілер. Енді дәреттің толықтай аласың ба? Жоқ. Дәреттің өзінің парызы бар. Парыздары, 5 парызы бар. Бет сүрту, қол сүрту, басыңа мәсіх тарту, аяғын жуу, 4 парызы бар екен. Сол 4 парызын істейміз. Мен інім көмектеседі, мама, папа көмектеседі. Жатқан жерінде не алып, енді ұммен оқи берем, былай мойынды қимылдап оқи берем. Содан енді үйде құр жата бермей уже кітапқа қызығушылық басталды. 2018 жылдары сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын оқыдым, дінге қызығып, діни кітаптар оқи бастадым. Уже өмірге деген құштарлық пайда бола бастады. Сосын анау Дария дамытудың, білесіз ба, Дария дамыту деген? Соның ол кітап оқу жарысы ғой. Сен который бір қатысасың тұлға деген сол кітап оқу жарысына. Кітап оқу жарыстары болды 2018 жылдары. Солар маған шабыт бола бастады. Достарым келіп таныстырды. Шәке, осындай бір не бар, жарыс бар. Сен кітап оқу қызығып жүргеннен ғой. Үйде қоры жатсын, былайша айтқанда, давай сен кітап оқы, осындай жарысқа қатысып көр деді. Қатысып көрдім, бірінші жарыстан 2-ші орын алдым. 80 мың теңге жүлде. Бірінші рет дейсің ғой? Бірінші рет. Қандай сезімде болдың? Білейін, айта алмаймын ол нәрсені. Сен 8 жыл ғой, получается, мен 10-ші класста жұмыс істедім. Майда үйде табатынбыз. Кейін 8 жыл жұмысы үйде жатқам. Әке-шешең ақшасын жаратып. Өзің самооценкаң 0 болады. Ақша өте әсер ететін, өзін бағалау деген нәрсеге. Содан самооценка 0-ге түсіп кеткен. Анау 80 мың теңгені мен қалай жаратам деген ой болды. Не алам мен 80 мың теңге деп. Каспийде жоқ менде. Ол кезде 2018-де мен қаншадамын сол кезде? 26-дамын ба? 26-да екен. Каспийде жоқ. Сол кезде Каспий ашып, мамама 5 мың теңге беріңізші деп. Мамам алатын ғой, мамама бергем. 5 мың теңгені алып, мәз болған өше, 5 мың теңге маған үлкен ақша ол кезде. Сондай қызықтар болған. 5 мың теңге не істедің соны? 5 мың теңгені ма? Жараттық қой әйтеуір. Бірдеңке қалды. Бегінұрға беріп қоясын, майда тиын қалып. Ол да мәз болып қалады. Сол нәрсе қызық екен. Так, Шалқар, мен сені енді мектептен кейін көрмедім ғой, біз да 2008 бітірдік. Мен сені байқағаным WhatsApp чатта болды. WhatsApp чатта? Да, WhatsApp чатқа, по-моему, Мақсат Абетаев жіберді. Сен анда коляскаға ақша жиналды деді ма, сбор болды деді ғой. Білмеймін. Осы коляскаға шығар ол? Осы коляскаға ол. 2017 жылы. Иә, бірінші рет мен сол кезде не алдым. 18 ба или? Есімде жоқ енді. Получается, жіберді КТЛ-шіктерін. Сіз маған не болған білмедіңіз ба? Арбаға отырып қалған? Жоқ, мен вообще білмегем. Сөйтіп
жіберді чатқа, жасап осындай там КТЛ-де бізбен оқыған бала спорт деп. Қайсы деп қоямын. Мен енді бірінші рет естідім да сол кезде. И енді содан кейін ары қарай тіршілік 18-ші жылдары ол. Ары қарай ұмытып кеттім мен. Сөйтіп как раз таки біз мен Шымкентке обратно 2020 жылы көшіп келдім ғой. Сол кезде біз как раз блог жүргізіп, мен СММ агентство, осы видео продакшнмен айналысып жүрген кезде біз бірінші рет марафон создавать еттік қой. Сол кезде біреудің историясынан ба бір нәрседен көріп қалдым сен. Сіз историядан көрсіп, мен ол 2020 жыл болады. Иә, 20 жыл. Мен ол қызық болды ғой, мен блог жүргізіп бастағаным. Это ол отдельная история, по идее. Мен үйде жатырмын, кешегі бөлмемде өзімнің. Телевизор көріп жатырмын. И бір кезде әкем мені енді ауылға барып тұрамыз анда-санда, демалыс кездерінде. Төсегімнен көтеріп алып, енді әкем, анам, Бегнұр үшеуі қарайды маған. Көмекшім жоқ ол кезде. И кезектесіп қарай береді ғой енді. И қараймын, көбіне әкем көтереді. Бегнұр өзі кішкентай бала, көтере алмайды. Мені енді ауылға баратын кезде машинаға салу керек болды. Машинаның көшті далада тұрады. Мен төсегімнен көтеріп алып машинаға бару керек. Сол көтеріп апаратқан кезде енді әкем ырсылдап қалды да. Демаламай қалды. То есть шаршайды. Жоқ, маған білдірмейді бірақ. Жоқ, саған сен уже бізге ауырсың, абузасың деп айтпаған. Но мен өзім сезінім, уже бұдан кейін, мысалы, 2-3 жылдан кейін әкем уже көтере алмай қалады мені. Физически уже 55-ке келіп қалған да сол кезде. Иә, қартайып жатыр. Қартайып жатыр, иә. Мамам да қартайып жатыр. Бірақ енді ешқандай жалып айтпаған. Мен оларға айтамын, әке, мама, мен егер сендерге қатты қиын болсам, проблема жоқ, мен андай үйге өткізе саңдар деп ше, инвалидтер үйіне, қарттар үйіне, мүгедектер үйіне өткізе саңдар, мен сендер разымын деймін ғой. Мен сендердің энергияларыңды алып жатыр, мен сендерге кәдімгідей абуза болып жатыр, мен оның бәрін түсінемін. Мына Бегнұр бар, бұның болашағын ойлаңдар, маған қатты не алмады, мен осы жатсын, осы деймін ғой. Мен өткізе саңдар десем, олар жоқ дейді, қарсы. Жылақ болады кәдімгідей. И мен кейін түсініп жатырмын да, ол нәрсе қандай ауыр болғанда. Өзінің баласы сондай әңгіме айтып отыр. Даже оны енді мен андай ниетті айттым да, оларға жақсы болу үшін. Ал оларға қатты удар болғанда сол нәрсе. Түсінді? Содан кейін мен әкем анау бағанағы машинаға отырғызып жатқан кезде қатты шаршағанын білдім, сезінді. И ой келді менде, болмайды, уже қарай алмайды. Бегнұр көтере алмайды, само собой, кішкентай бала. Маған көмекші табу керек. Көмекшіні қалай табамыз? Оған айлық беру керек. И ойланған кезде уже шешімдер пайда бастады. Мен бұған дейін ақша табу жайлы ойламағам да. 10 жыл жатқам, 10 жылдан кейін менде мәжбүр болды. Уже ары қарай болмайды, әке-шешең қарай алмайды. Қараймын десе де қарай алмайды физически. Маған кішкентай бала, жас бала керек қасыма. И оны қалай табам? Қалай тапқанда сиделка табуға болады, бірақ оның ақшасын беру керек. Әке-шешем мен бүйтіп қасыма қараушы жалдап қоятын ақшасы жоқ. Айдан айға әйтеуір жеткізіп жүрген адамдарда қарапайым жұмысшылар. Әкең немен айналысады? Әкең данный момент охранада істейді. Күзетте. Сол кезде немен таксовать ететін бе? Бір что-то такое да бұл? Таксовать етті, оның алдында андай не болып істеді. Құрылыс саласында жүрді. Прораб болып істеген. Мамам кітапханашы еді ол кезде. Содан енді қарапайым кісілер айлықтарды енді кредит жауып, сондай қарыздарынан құтылып сөйтіп жүретін. Енді оларға сенбедім, шын айтқанда. Үміт болмады. И достарым айтып көрдім. Жігіттер, менде осындай жағдай болып тұр. Әке-шешем қарап отырсам уже. Аллаға шүкір да, сол қанша 10 жылдан бері қанша менен андай жаман сөздер естісе де, қанша менің негативін көрсе де, жақын 5-6 досым бар. Солар қасымда болды. Қандай жағдай болмасын. Енді қазір өздеріне айта бермеймін негізінде. Осы подкастты пайдаланып айтып қалғым келіп тұр да. Оны өзі сіз де танисыз негізінде. Барлығын танисыз. Кім айтасы осы жерде? Олар өздері біледі. Содан сол жігіттерге чатқа жаздым. Өзіміздің ортақ чатымыз бар. Сөйткенім, давай шәке, біз саған ай сайын шығарып тұрайық 10 000 теңгеден. Қараушыны алып көр деді.
біз соны неғып көрейік дедім. Содан мен туысқандарымды шақырып көрдім. И олар келіп қарап сөйтіп жүрді. Кейін уже 1-2 ай өткеннен кейін уже достарыма да ауыр болып кетті ол нәрсе. Олар уже енді үйленген, енді бала шағасы пайда болып жатыр да. Содан кейін шәке бұлай болмай жатыр деген сияқты темалар шыққаннан кейін мен жарайды енді ренжімеймін сендерге, Алла разы болсын, бірақ өзім де көрейін деп сол кезде ойланып, мен аяқ-қолым істемейді, окей, саусақтарым да істемейді, бірақ қалай осы жағдайда төсектен тұрмай ақша табуға болады деген ойландым да. Не істеуге болады деп. Сөйтсем мен өзім достарыммен сөйлескен кезде ручканы аузыма салып печатать етемін ғой WhatsApp'та. И сол жазу арқылы, текст арқылы ақша табуға болатынын білдім. Оказывается, копирайтинг деген мамандық бар екен. Иә, как раз сол кезде шығады. Копирайтер, иә. Сол кезде хит болып жатқан шығар, сол кезде. Сөйтіп мен интернеттен копирайтинг туралы біліп алдым да. И Инстаграмға жаздым копирайтер деп, копирайтинг деп. Сен Данияр Жігітбек деген жігіттің, өзіміздің ағамыз бар, соның парақшасы шықты. Копирайтер деп, одан как раз курсы болып жатыр екен. И сол курсқа өзіне Данияр Жігітбектің түсіндіріп жаздым. Мен осындай жігіттің, маған текст жазуды үйрену керек, сол арқылы ақша табу керек дедім. Бола ма дегенім, болады деп, курсқа жазыл деді. Жарайды деп жазылайын десем, курсқа төлеуге 5000 теңге жоқ қой. Курс 5000 теңге тұрады. Иә. 5000 теңге табу қиын маған сол кезде. Енді табу қиын болғанда мынандай ғой, үйіңнен сұрайтын болсаң, андай деп ойлайды. Интернетте бәрі алаяқтар, әкешім. Инстаграм арқылы ешкім ақша таппайды. Курс дегенді білмейміз. Андай ойындар болады андай. Сол ойынға салып жібересің дейді ғой. Counter-Strike деген, жоқ, азартныйдан бұрын андай болды. Обычный Counter-Strike деген ойындар болады, или GTA деген сияқты. Бірдеңе сатып аласың, сондай сияқты құртасың деген сияқты. Оның үстіне менің өзім кошелегім жоқ. Айттым ғой, Каспиім де жоқ деп. Содан достарымнан сұраймын ғой, мен осындай курс бар екен, мен оқимын деп. Сен достарым былай бере салмайды. И мен сол үшін де рахмет айтамын. Қарызға береміз дейді маған. Сен 5000 теңге төлеп береміз, окей, мақсат қой. Әбетаев. Өзінің сондай бір қырсық мінез бар. Бірақ маған қатты көмектеседі сол қырсық мінезі. Қарызға 5000 теңге берейін дейді. Базар, сен оқы дейді. Содан кейін қанша болады курс деймін, 1 ай болады деймін ғой. Сөйтіп 1 айдан кейін оқисың, одан кейін 10 күн өзінің услуганы предлагать етесің адамдарға. 100 адамға жазып шығасың. Барлығын отказсаң, мақұл кешірем дейді да. Егер отказ жасамай солар клиент шығып жатса, жазасын дейді, өзін табасын дейді. То есть ақша шығарасын дейді да, сол курсты нәтиже шығарасын деп жатыр ғой, мотивация беріп жатыр. Содан 40 күннен кейін қайтарасын деп солай келістік. Ал мен ол курсқа сеніп жатқан жоқпын, өйткені 40 күннен кейін мен өзім туған күн болатын. И туған күнге обычно туысқандардан, достардан Каспиге түседі ақша. Мен содан бере салам деп тұрмын ғой, 5000 теңге не болды деп тұрмын ғой, бірақ өзімде жоқ сол нәрсе. Сөйтіп ана күнге айттым, мақсатқа айттым, окей деп келістім. Енді ана алғаннан кейін өзімнің енді алғашқы курсым ғой, курс деген білмеймін ол кезде. Сол алғашқы курсым болды. Как будто последний сияқты оқыдым сол курсты. И Данияр Жігітбек өзі бізге мотивация берді. Ол клиенттері бар ғой. Осы курсты жақсы оқыған адам ғой, өзімнің клиенттерін ұсынам деді. То есть клиент тауып берем деді. И мен тіспен жазатын біледі ол. Тіспен дегенгі сен получается ручканы аузына аласың, тістеп бүйтіп теріп отырасың да баспен. Адам, мен білемін ғой енді адамдарға түсінікті болсын деп жатқан. Оны білмеймін, енді түсіре салып мен ручкамды да қалдырып кеттім ғой. Сондай жағдай болған. Сөйтіп ана курсты оқыдық, барын беріп оқыдым. Түсініп алдым копирайтинг не екен. Уже біткеннен кейін маған сразу Данияр Жігітбек хабарласып, осындай проект шығып тұр, текст жазасын ба дейді. Ал текст жазу керек, 3000 теңгеден нормально дейді, для начала. Өте көп ақша, 18000 теңге бір аптада. Майды уже ана кетіп қалған ғой, қалай жаратамын деп. Сөйтіп жазып беріп, сол заказ түскен кезде маған жылап алғаным есімде ше. Қуаныштан ба? Иә, қуаныштан. Мақсатқа жазып
мәке мен осындай заказ алдым деп 18.000 теңгеге деп. Сондай қызықтар болған. Сөйтіп енді бір текст жазуға қанша уақыт кетеді сенде? Оңай емес қой. Әртүрлі уақыт, енді тақырыпқа байланысты. 2 сағат шығар. Бір текст жазуға. 2 сағат среднем егер. 1 сағат болып қалуы мүмкін, кейбіреулер 3-4 сағат болып кетеді. Кейбіреулер бір күнде бітпей кетеді. Қалдырып кетесің де ертесіне жазасың деген сияқты. Физикалық тұрғыдан да қиын болғандықтан да уақыт көп ала ма? Иә. И кейбір кезде мынандай бір қызық жағдай болған менде өзімнің немде. 3000 ба 4000 ба символ, енді почти 2 пост қой. Сондай текст жаздым и өшіп кетеді сол. Қайтып келмейтіндей. Сол нәрсені Инстаграмға шығарамын мен еще. Достар, мен енді сіздер үшін ғой по идее. Сіздер үшін оймен бөліскен едім, сезімдермен бөліскен едім. Үлкен пост болған. 3000 ба 4000 ба пост символ болды. Не қыламын соны? Өшіп кете салсын ба еді, қайттан жазу керек па десем. Барлығы андай ғой, прикол тастап, қайттан жазу керек дейді ғой. Қайттан жазып шықтым сөйтіп. Керек болса окей деп. Сондай жағдайлар болады. Енді физически мен айтайын, қанша 10 жылдан асып жатыр ма, мен үйреніп қалдым шынымен тіспен жазуға. Қатты қиын емес физически. Үйреніп қаласың ғой, бәрін любой нәрсеге үйренеді адам. Конечно, үйренесің. Мен тіпті осындай жағдайда үйреніп қалдым ғой қазір. И ешқандай шағым жоқ, мен қайтаға қуанамын өйстіп жүргеніме. Неге? Себебі денің сау болса, мен вряд ли бұндай подкастта отыратын едім. Адамдарға бүйтіп ақыл айтып та. Вряд ли мысалы үлкен аудиторияда мен тыңдайтын едім. Камерадан қорқып жүрген адаммын мен. Білеміз ғой. Сол арқылы, осы жағдай арқылы мені Алла тағала өзінің миссиямды анықтап алдым да мен. И адамдарға шабыт беру арқылы, адамдарға әңгіме айту арқылы қазір бақытты сезініп отырмын. Шүкір деп айта аламын, бақыттымын деп. Сол кезде енді бірінші рет контакт сол Максқа жаздым ғой мен. Біз марафон жасапаттық дедім. Сіз репосттан көрдіңіз ғой. Сөйтіп мен анау курсты оқыдым ғой. Копирайтинг курсты. Содан мен курс оқып жатқанын білді адамдар. Осы блогымды да активно жүргізе бастадым. Сразу маған тоже таныс жігіт өзінің парақшасын жүргізуге ұсыныс жасады. Админ боласың деп. Қабыл алдым, айлыққа жұмыс істеп жатырмын. Параллельно өзімнің блогымды жүргізе бастадым. И посттар жаза бастадым. Сол посттардың бір репостпен возможность көрдіңіз соны. Бір сондай бір момент болды. Бір жерден көріп қалдым да, сол историялардан ғой. Историядан көрдіңіз. Историядан көрдім. И сол кезде анау банали WhatsApp-тағы нәрсе есіме түседі. Мына жігіт қой деп. Сол жігіт қой дедім да. Сөйтіп енді былай бүйтіп араласпағаннан кейін мақсатпен енді футбол ойнап тұрамыз не қылып. Сөйтіп Максқа жаздым ғой мен как раз. Мына жігітке ұсынып көр. Біз как раз именно личный бренд, блогерство туралы темалардың барлығы басталып жатты ғой. Сөйтіп мен былай қарадым да, мына жігітке енді банали сен копирайтинг арқылы ақша тауып онымен көп ақша таба алмайсың да енді. И саған ол по-любому физически оңай емес екенін түсініп тұрмын да мен. Қалай жазады деп қоямын ғой, мен қасында адамды алып соған айтып отырады, мамасы жазып отырады ма дейтін де ой келді да енді. Неше түрлі ойлар. Сөйтіп мен Максқа айтып көрдім. Макс, короче, біз осындай тема жасап жатырмық да. Тегін келіп қосылып неғылса болады деп. И как раз таки сол кезде бізде өзде кафеміз бар, саф. Мә ол қандай естеліктер ол жерде. Таңғаламын. Мен текстпен жазу қызық болған ғой. Мен тіспен жазуды ол да мәжбүрлікпен болды ғой негізінде. Мынандай жағдай болатын. Мен енді андай өзімше мачо-бой болғанмын ғой мектепте. Ол әдет қалып кеткен, қыздармен танысу, агентпен сөйлесу деген, ВКонтактемен сөйлесу деп. Содан енді осындай жағдай түсіп қалдым. Алғашқы кезде білмеймін нені. Мамам қарайды қасында. Мамам телефон болатын, андай Nokia-лар болатын. Агентке жазады, мама жауап беріп отырады. Қыздармен сөйлесем қыласың ғой. Мамаң жауап береді қыздарға. Жағдайын сұрап қыздар жазады, мен жазамай қаламын. Мама жоқ кезде Бигнұрға не қыламын, бірақ басынан мама оқылады, оқып қояды деп ұяламын ғой. Сөйтіп қалай
өзім переписканы көрмесе екен деймін ғой. Өзім жазғым керек қалайда. Ұят қой ана біреу оқып отқан. Сөйтіп үйреніп кеттім ғой тіспен жазуды. Сондай мәжбүрден шықты десей. Мәжбүрден шықты. Қызық, иә. Әйтпесем оны үйренбегенде қазір тоже қасына көмекшіге жаздырып, көмекшім болмайтын еді ол кезде. Бекнұрға жаздырып сөйтіп жүре беретін. Мен ойлап тұрсам Бекнұрға мамасы біреу жазып отыратын шығар деп. Жоқ, ондай емес. Кейін үйреніп алдым мен өзім жазуды. Более андай секрет нәрселер ешкім білмей ақ қойсын деп. Сен сол кезде енді бірінші роликтеріне келсек. Сен бірінші роликтерің өте Сафта ма? Иә, өте қызықты. Мен қарай алмаймын қазір. Ол роликке ма? Вообще 2020 жылдары. Қазір подкастта мен қалай отқанын білмеймін, бірақ мына жақта камера тұр, мына жақта камера, 3 камера тұр ма? Ол кезде бір камерадан қорқа беретін еді ғой, даже сториске шығудың өзі проблема ғой. Иә. Әбден сен қинағанымыз есімде ше. То есть басынан болмайды. Эмоция қосу керек, дауысын шығар деп па? Иә. То есть имеется в виду, біз сол кезде айттық қой, сен өзіңді көрсет, да? Мен осындай жағдайда болып тұрмын. Маған шамалы бір қолдау керек. Көрсетіп жіберіңдерші деп. Ол ролик кетті, оның артынан сенмен бірге бір күн дейтін ролик негізінде ең қатты атқан сол болды ғой негізінде, иә. Сен үйде бағана дәрет алып. Қатты атуға біз не алдық қой? Тарата бастадық қой. Жоқ, күшті түсірілді. Негізінде Азаматқа отдельный респект сол роликке. Соны түсірдің, и содан кейін әлі есімде ше. Әркімге анау самолетикпен директке бәріне жіберіп ше. Репост жасап жіберіңізші, бүйтіп жіберіңізші деп. Сол кезде кім негізінде бірінші репосттарды кім жасады сол ең знаменитый адамдардан? Бізде бәріне жібердік қой әйтеуір. Біз Берденовке достық бар еді ғой бізде. КТЛ-скилер арқылы. Сол кісі поддержка берді. Репост жасап. Қайрат Жолдыбек. Сол кісінің репостына, ол репост болғанда өзіне салып қойды. Өзіне салды, парақшасына салған еді. Лентасына шығарып қойды. Лентасына шығарды ма? Содан кейін адамдар көп қосыла бастады. Сосын Дәулеттен мен прямой эфир есімде. Дәулеттен, иә. Тоже көп нәрсені өзгертті, сол. Сен бірінші рет ше, қалай мен қазір прямой эфирде отырамын деп сен нервничать отырған есіңде ше. Сол кезде 1000-нан астам оқырман келді, по-моему, Дәулеттен прямой эфирден. Бір эфирден сонда келді. Бір эфирден келіп. 2000 адам, 3000 адамға дейін отырды эфирінде. Содан кейін телевидение келді. Иә, ары қарай уже кете берді ғой. Содан кейін кетті енді. Білмеймін енді, ол кезде мен сол өмір ұнады ғой маған. Мен кешеде сізбен сөйлескенде айттым ғой, мысалы кофе ішуді сол кезде білдім ғой мен, қарапайым. Оған дейін кофе ішпегенсің? Кофе ішпеген оған дейін. Мектеп кезінде жоқ, мектеп кезінде де жоқ, ішпедім. 3 в 1 ішкенсің? Ол кезде болмады. 3 в 1 ішетінміз, иә. Мынандай кофені сол кезде сол сафта бірінші ішесің ба? Сафта іштім. Стейкті сафта бірінші ішетін. Просто әшейін адамдармен кафеде отыру, сөйлесу, танысу сол жақтан болды. И менің мысалға блог жүргізуде камераға шығу деген нәрсені сізден үйрендім ғой. Камераға ойнату, сөйлеу, ондай жоқ. Мен оған дейін сізбен таныспай тұрып, енді араласпай тұрып, сапқа бармай тұрып блог жүргізетін, бірақ тек қана текст. Копирайтинг, текст сол еді. Ал сапқа барғаннан кейін уже барлық ол жерде видеографтар бар еді. Иә, жақсы жағы. Альтолар, фотографтар бар еді. Барлығы камера қысылмай сөйлей береді. Қарап отырасың, менің 10 жас, 15 жас кішкентай балдар. Вроде. Иә. Камераға еркін ұстап тұрып өз сөйлеп жатыр да. Менде андай не шығып кетеді ондай, жарысу деген сияқты. Менің қай жерім кем деп. Ладно, мен бұрынғы кішкентай кездегі характердегі несі. Компетишн қосылып кетті да. Галапта сондайым жоғары еді деп қойса. Жоқ, жоғары емес, мынау сол кезде қосыла береді ғой өзі. И мен окей, ладно, арбада отырмын, бірақ енді оған камераға шығу үшін тек қана түр ғана ғой. Тілім шығып тұр. Неге менде болмайды деп сол тырысып, сол не алдық қой енді. Нәтиже меніңше жаман емес. 3 жылда уже. Жоқ, смотри, блогты жүргізе бастадың да. Енді барлық нәрсенің соңында қазір ақшалай энергиямен келеді ғой, дұрыс па? Иә. Бірінші қолдау қай жақтан болды? Бірінші ақшалай келген реклама, крупный ақшалар ма? Иә, бірінші рекламодательде бәрі есінде шығар. Сенде қандай кім болды? Рекламодатель. Реклама беріп енді қолдау көрсеткен да енді. Менде мынандай болған, мен блог жүргізген кезде бірнеше адам маған просто так ақша ұсынған. Жоқ, енді ол бөлек қой. Ол бөлек, иә. Ал реклама жағынан так
Йокохама шығар. Йокохама Иә, өздерінің офисіне шақырып алып, енді олар біледі ғой мені, блог жүргізген біледі. Одан кейін мен көмекші алдым ғой қасыма. Көмекші алғаннан кейін оның несі айлығы бар, жалақысы бар, соның бәрін білгеннен кейін Йокохаманың енді сол анау барлығы репост жасап жатқан кезде сол кезде олар сені көрді ма? Иә, сол кезде көрді. Сырымбек ағаның өзі шықты ма или кім шықты? Сырымбек ағаның өзі шықты. Қайрат ұстаздар, енді Қайрат ұстаздың ықпалы өте көп бұл жерде. Иә, үлесі көп болды. Иә, үлесі көп болды. Сол репост жасағаннан кейін тани бастады. Одан кейін осы мені және көмекшімді олар как Йокохаманың қызметкері ретінде тіркеп қойды. Сондай пенсионный жүретін қылып давай істеп қояйық дейді да. Чтобы сен көмекшіңде ештеңкені уайымдамай сен қасында жүре берсін. Айлығы жүріп тұрады, пенсионкасы да жүріп тұрады деген секілді қосып қойды. И сен амбассадор сияқты болып кеттің. Мен амбассадор сияқты болып кеттім. Сонда неплохо дейсің ғой, сразу Йокохамадан бастап. Иә, мен оны даже армандамаған нәрсе ол нәрсе. Иә, ол нәрсе бізге әлі жеткен жоқ. Иә. И сондай нәрсе ұсынды, мен қуана қарсы алдым. Еще тоже айлық та нормальный еді бірінші кезде. Мен қасымда сол кезде жүрген жігіт меніңше қатты қателесті деп ойлаймын, білмеймін не үшін екенін. Бәлкім таңдауы өз қызық болмады ма. Оған айлығы, жалақысы, пенсионкасы түсіп тұрған. Ары қарай уже өсуге мүмкіндік бар еді да. Иә. Мен қасында жүріп, мен де қазір Ерасылға да оны айтып істете алмай жатырмын шынын айтқанда. Сен инвалид адамның көмекшісі ретінде блог жүргізейін ба? Иә. Мен, пожалуйста, түсіре бер. Мен қарсы емеспін. Главное, жаңағы әурет жерлерін түсірмей қойсаң болды. Бірақ күнделікті шомылып жатқанымды, тісім жуып жатқанымды, білмеймін, арбаға отырғызып жатып, киіндіріп жатқанымды, сөйлесіп жатқанымды, мен саған әңгіме айтып жатқанымды бәрін түсіріп сала бер тупо. Монтажында қажет емес, дұрыс па оны? Иә. Ол менің блогым бөлек, оның блогы жаңағыдай как көмекші, қараушы ретінде бөлек та. И ол TikTokта мен айтайын сізге, өте көп қаралымдар жинайтын, оңай емес ол. Ондай блогерлер жоқ. Иә. Тот, который мысалы инвалидтер бар шығар, блогер мен инвалидтер. Мен танимын да. Мысалы Еркебұлан бар да мысалы, жақсы жүргізеді. Бірақ көмекшісінің атынан блог жүргізетіндер жоқ. Сонда уникальный неге кіріп. Иә. Мен соны айтсам, почему-то сол задний беретін, может сіздің мотивацияңыз керек па ол кісіге. Бір сөйлесу керек десе. Сөйлесу керек, иә. Просто четкий план қойып беру керек и ақшамен мотивация беру керек. Ол сол нәрсені монетизация жасау керек екенін түсінбей жатыр. Точно жасай аласың деген бір не болып тұр. Жоқ. Сен айтуың керек та. Мысалы біз айтуымыз керек. Сен просмотрларың 50 мың болатын болса, вот реклама осынша болады. Сен рекламаны осынша боласың деген сияқты. Соны санмен көрсету керек, цифрларды көрсету керек. Болды, подкасттан кейін сөйлесеміз десін. Обязательно сөйлесу керек, шай ішіп отырып. Мен соны қанша айтып жүрмін. Ана балаға да айттым, почему-то енді мен қараушылар өте көп бірінші кезде өте көп ауысады. Өйткені қиын ғой. Бір адамға өте қиын. Еще сенімен отыру керек. Ол ана сыртқа шыққысы келіп қыдырғысы келеді ғой. Еще анандай ғой. Менде бір четкий план жоқ қой. И мені шақырып қалады екен деп ойлайды да ол. И ұйықтай алмайды мысалға түнде де. Вдруг қазір шалқар шақырып қалады деп. Бірден күтіп жатады да. Түсіндіңіз бе? Андай еркін бола алмайды да. Түсіндіңіз бе? Қазір шақырып қалуы мүмкін. Или көшеге шықса да мені ойлап тұрады. Мысалға менен сұранады 2-3 сағатқа барып келейін бір жаққа деп, кездесуге деп. И мен звондап қалама деп не алады. Қайта менен сұрайды мысалы. Шәке барлығы дұрыс па? Мен тағы жүре берейін ба или барайын ба? Деген сияқты. Уже еркін емес по-любому, түсіндіңіз бе? Ойлап тұра береді. И сол нәрсе қазір енді жаймен шешіп жатырмыз. Ерасыл жұмыстан қатты шаршап кетсе өзі демалысқа барады, басқа жұмыс істеп келеді, бизнес ашып көрді мысалы да. Одан бөлек басқа да стройкада жұмыс істеп келді. Мен қасымда отыра берген жалығып кетеді ғой, жас бала. Ең ұзақ сол істеді ғой сен қасында, иә? Қазір енді. Сен тағы да қара, блогта тағы да сені қолдаған компаниялар туралы айтып өтейік та. Менің ойымша олар вообще красавчиктер да. Иә. Ең басында да. Қазақ Репабликпен да тоже болады. Қазақ Репаблик. Оның тоже Сәкен ағамыз шақырып алып. Негізін қалаушысы, иә? Қазақ Репаблик. Негізін қалаушы. Бізді КТЛ-да жоқ қой. Иә, оның інісі бізбен қатар оқыды ғой. Иә, есімде. Әлбек деген інісі бар, туған інісі. Сол бізбен қатар оқыды. И сол арқылы
Сәкен аға мені танып өзіне шақырып, енді осындай жағдайда енді мен есімде сен Алматыға бардың, еще Инстаграмда сала бастадың ғой. Мен жаман қатты қуанған едім ше. Сен ішіңден бүйтіп көрсетіп вообще күшті ғой офистерде. Мен сұрадым ғой сол кезде, Сәкен аға сіздерде амбассадор бар ма десем, жоқ дейді. Қалай десем, бізге керек емес амбассадор дейді. Бізге какой-то бір щеголдар жазады дейді, 100 000 там немен, 200 000 нелер подписчиктермен. Менде жоқ қой подписчик. Мен анау ыңғайсызданып тұрмын ғой, давай мен амбассадор болайын деген сияқты. Сен 10 000 дейсің ғой кезде. 10 000 да емес қой, 5 000 ба. 5 000. Содан айтады маған, то есть полный киіндірді, лук полный лук. Неден Бегнұр екеуміз ғой, Бегнұр бар қасында. Саған қалай көмектесе аламыз деп сұрап жатыр ғой. Сенің историяң тоже уникальный. Бұндай нәрсемен сен бастамаңа риза болып отырмыз. Давайте саған поддержка береміз. И оның өзінің отбасында да осындай жағдай болған да. Жақын туысы осындай төсек тартып жатқан екен. Білет дейсің қалай екен? Білет, и оған уход керек та. Массажы бар, мен айтпаймын ғой нәрсе, дәрі-дәрмегі бар, памперсің таусылып қалады, ол да ақша да. Тамағың бар деген секілді. Көмекші бар само собой. И ол айтады, Шәке, біз сенің массажыңның қаражатын шығарып тұрайық. Бізге ай сайын массажға қанша кетеді, соны айтсаң, ай сайын саған салып тұрамыз деген секілді. Болды деп, қуана қарсы алдым. Енді мынандай жағдай болды, мен блог бастағанда алғашқы фокусымыз ақша болды. Шын айтқанда, ниет просто қарақшы көмекшіге ақша тауып беру болатын. Уже ары не жұмыс жүре бастағаннан кейін, табысың арта бастағаннан кейін аппетит пайда бола бастады да. И фокус ақшада емес, уже пайдалы болу дегенге өтті. Адамдарға. Уже мен ниетім өзгере бастады по ходу дела. Уже миссиямды біле бастадым. Мен фокус ақшаға емес, пайдалы болуға қойсам, ақша өзі как второстепенно өзі келе береді деген секілді. Сол нәрсе түсіндім да. Дәл сондай болды ғой. Мен ешқандай компания қазір білесіз ба, менде Йокохама бар. Қазақ Репабликпен былтыр жұмыс тоқтаттық. Олар қайырымдылық бағытын өзгертеміз деді. Мен алла разы болсын, өте қатты 1 жылдай ма жұмыс істедік қой. Түсіністікпен қарадым, онымен жұмыс тоқтаттық. Йокохама бар. Содан кейін Сафи бар. Сафи ол діни сапалы пайдасы бар заттар сататын дүкен Алматыда. Алматы, Ақтау, Астана филиалдары көп. Қайрат Жолдыбайұлының тоже дүкені ғой. Солар поддержка беріп жүр соңғы жылдары. Одан бөлек Массон компаниясы керамогранит сататын. Жақсы компания. Тоже ең қызығы мен оларға SDM бар еще. Сақалды браттарым деп айтамын. Big brother from another mother деп тиісіп қоямын оларға. Тоже осы биылдан бастап шығар. Тағы осы жақында комфорт мебель қосылды. Күшті. То есть уже стабильный. Давай вот мен саған айтайын да, сыртынан. Да? Менде қандай болды? Вот сен приблизительно енді уже аяққа тұрдың ғой? Иә. Дұрыс па? Финансово өзің көмекшіңді оплачивать ете алатындай. Мен білмеймін, плюс-минус до миллиона тапқан шығарсың где-то, да? Иногда больше болды. Иногда больше. Ну енді в среднем если алатын болсақ, 1 000 000 теңге деп. Енді любой адамның енді Шымкентте қатты бүйтіп гулять етпесең, потребностьтердің бәрін жабатын ақша ғой енді. Да. Дұрыс па? И мен саған сол кезде көп айттым ғой. Блин, ары қарай да. То есть енді мен сені бұрында көрген кезде енді қазақтың Ник Вуйчичигі болатын мотиватор да, сондай сценаларға сондай шығатын дейтін, менде енді басында сондай ойға келетін тұғын да. И сөйтіп сенен уже ары қарай отдача болмады ғой. Вообще болмады. Иә. Сосын мен өзімде андай болды да. Түсіндім ба дегенде ше, артын өзім жүгіріп жүрмін, как будто өзім тірлігім 4 бала шағам жақтай отыр дегенде ше. И сенен бір енді мен былай қабылдадым, тұрса сенде звездная болезнь болды. Не было такого? Жоқ, мен енді сөйтіп қабылдадым да сырттан ше. Ладно дедім, короче, башты өзің жүрсінші, короче, өзің темасын жасап дегенде ше.
сол кезде сенде қандай болды өзіңнің ішіңмен? То есть смотри, сен ақша таппай жүресің да, и мына жерде енді не деген компаниялар ғой, любой Шымкенттегі блогердің армандаған компаниялар сенімен сотрудничать етіп жатыр да. Сол қалай саған әсер етті? Бағана сіз айтып отқан звездный болезньге келейікші. Иә. Неге ол звездный болезнь деп ойлайсыздар, мен түсінбеймін. Жоқ, енді біз жалғыз сіз емес. Иә, біз 20-30 адам болды, и барлығы айтты да. То есть қазіргі осы деңгейді ол көтере алмай жатыр. Мен, например, қатты саған фокус беріп жүрдім ғой. Ол көтере алмаса, ол значит звездный болезнь ба? Мен көтере алмай қалдым. Біздің ойымша солай болды. Ол мен негатив шаштым ба сіздерге? Жоқ, негатив шашуда емес. Көрсеттім ба? Кісілік көрсеттің. Қалай ол? Қалай? Именно қалай? Ол жерде қалай? разбираться кеткенсің. Жоқ, разбираться етейік. Маған жазғаныңда адамдарға, например, бір нәрсе прости еткен кезде, да, түсіріп жеш дейтін нәрселер ше. Короче, репост жасап жеш деген сияқты. Мына нәрсені түсіру керек. Қайсыны? Видеоны, например, видеограф балдарға ше. Мынаны бүйтейік сөйтейік дейтін нәрселер уже повелительный нәрселермен кетті да. Блин, бүйтіп жіберейікші емес, бүйтіп жіберейік. Сөйтті да, маған тік бір көрсетті. Мен айттым, өзің қалай ойлайсың, если хочешь, скажи ему, поставь его на место дедім. Да? И сөйтіп бір кезінде, типа, біздің шартымыз емес қой деді да. Мен айтам, ұнай ма, делай. Ұнамай ма, мен сені никого не заставляю деген ше. И сосын енді біз айттық қой, давай келесі деңгейге шығайық, Алматыдағы адамдарға шығайық да. Қазір олар сені онлайн көбісі көрді, бірақ офлайн енді кездесулер аз болды ғой. И сол кезде обратно сен істеу керек дедің да. И сосын енді бізде де күн көру керек қой, дұрыс па? Сосын мен ойладым, қасындағылар да айтты, сен слишком оған давить етіп жатсың, да? Оған шамалы наоборот бостандық бер, наоборот оған внимание бөлмей қой. И сонымен өзі айналып келеді деді да. Егер сафта мұндай жағдайлар болатын болса, біз бірге істеп жүрген кезде, енді ол көрейік ол. Енді балдардың мен мән бермедім ондай нәрсеге. Шынымды айтайын. Өйткені кішкентай балдар, маған кішкентай балдар, өзім індерімде қабылдадым. Індіме қалай, мысалы, приказбен сөйлеймін. Давай бүйтейік. Неғып отырсың, істейік та деген сияқты. Оны нормальный нәрсе деп қабылдадым мен. Егер көңілде қарайтын болса, енді білмеймін, кешірім сұрау керек па? Кешірім сұрай алғанда. Жоқ. Одан кейін мен үйде жатып қалған кезім, бір жылдан астам, даже 2 жылға 2022-ден жатып қалдым ғой үйде. Енді ол кезде сен сразу жатпадың басында. Иә. Сен өзің просто өзің изоляция еттің. Иә. Шамалы уақыттан кейін сенің денсаулығың қайта сыр бере бастады. Иә, денсаулық, иә. Оны енді одан кейін де сізді мен тартпақшы болдыңыз ғой тағы да. Иә. Тағы блогыңды баста, сен бүйтейік, мынандай істеуге болады деген сияқты. Мен ол кезде менде мақсатсыздық болды. То есть менде мақсатым болды көмекші алу, өзімнің базовый потребностьтерімді жабу деген сияқты. Өзімнің үлкен мақсатым болған. Мен даже оны жауып, үйшіммен үйге көмектесетін, өзімнің отбасыма көмектесетін жағдайға жетіп қойдым да. Сразу. Жарты жылдың ішінде фук ете қалдым. 0,5 теңгеге разы болып жүрген адам 500 мың айлыққа шығып кетті жалақы. Енді жалақы болғанда ол жерде қайырымдылықтары бар, адамдардың поддержкасы бар. Амбассадор просто үйде жата беріп, маған 500 мың теңге келеді, 500 миллион теңге. Ештеңе істеудің де қажет емес. И менде, соответственно, болды, мен уже мақсатым осы еді ғой мен деп жатып қалдым. И қазір мен әрекет етіп қайта блогым бастап жатқаным, ол уже мынандайда менде мақсат пайда бола бастады. Қандай мақсат? Ол өзі басқа әңгіме деп па? Бізде сырлармен бөлісу керек дейсің. Енді хорошо, оған қазір келерміз, да? Иначе звездный болезнь болмады ғой сенде? Жоқ, просто баналеге сен өзің қойған мақсаттарыңа жеттің. Иә. Ол нәрсе и сонымен все нормально дедің да? Мен білдім то, что ары қарай әрекет жасау керек екен. Бірақ мен сол өзгерісті қабылдағым келіп тұрды. То есть наслаждаться келді мен. Ләззат алғым келді сол моменттерден. Өйткені жаңа үйге көштім, өзім квартирам. Енді 1 бөлмелік кішкентай үй, бірақ маған өте ыстық болып көрінді ол. Сол жерде жату, демалу, өзіңді сол үйдің егесі сезіну, маған кәдімгідей бақыт сыйлайтын. Как раз. Маған бұл жерде жүру күшті ғой. Мебель, ақылды үй, барлық нәрсе. Шүкір. Алла тағала сондай бір адамдар арқылы жеткізді, сондай заттарды барлығын. Барлық условияны жасап алдым.
И сол үйде ләззат алғым келді, просто жатқым келді демалып. И сол қазір мысалы бұл нәрсеге енді шығып жатырмын да, маған сол кезде бәлкім үзіліс керек болды, сезіну керек болды сол нелерді. Дұрыс иә, солай ғой. Сол нәрсе мен звездная болезнь деп өзімді олай айтпас едім. Бәлкім сыртқа сол көрінген шығар. Иә, біз солай адамдар маған жазады. Мысалы сіз жазасыз, Шәке давай кездесейік дейсіз. Мен айтамын, Мәке, кездескім келмейді. Бұл звездная болезнь емес. Бұл просто блогерлік керек емес еді маған. Мен потребностьтерін жаптым ба өзімнің. Иә. И болды маған пока. Ары қарай қазір жоспарлар, мақсаттар шықты. Уже ары қарай тағы да әрекет жасаймыз да. Давай енді неге келсек та, бір жеке өмірге келсек. Жұмыс жағын бәрін түсіндік, Құдайға шүкір бәрі жақсы болып отыр. Жаңа мақсаттар қойып жатсың дегенде да. Иә. Енді такой қалай сұрасам екен да? Тіке сұрасаңыз. Тіке ма? Просто камералар тұрғаннан кейін негізінде біз сұрай береміз. Жеке өмірде қалай? Жеке өмірде сен то есть ұрпақ жалғастыра алу мүмкіндігің бар ма негізінде? Қыздарың болған ба, бар ма? Жоқ, былай дейікші, араласатын адам болған ба деген сияқты осындай жағдайда. Иә. Ол мектеп кезінде айттық, 18 жасқа дейін сөйлестік қыздармен, ол нәрсе қызық болатын маған. Ал арбаға отырғаннан кейін алғашқы жылдар енді менде біраз жылға дейін отырып қаламын деген не қорқыныш болмады ғой. 2-3 жылда тұрып кетемін деген сияқты не болды, үміт болды, жоспар болды. Содан кейін мен қорықпай қыздармен сөйлесе беретінмін. Арбада отырып, больницаға барасың, медсестралармен сөйлесіп қаласың, танысып қаласың, или же басқа палатада жататын қыздар болып қалады кейде. Солармен де сөйлесесің, араласасың. И есімде 2012 жылы тоже жақсы қызбен танысып, ол практикантка еді. Біздің реабилитационный центрге келіп кетіп жүретін, сонымен танысып араласатынбыз. Қарым-қатынас жақсы болды, енді былай айтқанда жүрдік екенбіз. Жүрдік, кейін в общем мен ойлана келе түсіндім, анау мынандай болады, ары қарай уже үйлену керек или ажырау керек. Иә. Уже тупикке келіп қалдым да мен. Уже ары қарай жүре берудің мәні қалмады ше. Үйлену керек болып тұр. Мен өзім жасым 20-21-де осы арбада отырамын. Бірақ үйленуге андай ғой, қорқыныш қой менде. Қалай асыраймын деген не ма? Иә. Қалай асыраймын? Біріншіден әке-шешең маған бере ма қызын? Бұл бір. Екіншіден берген күннің өзінде мен қалай күн көреміз? Мен саған лайықты күйеу бола аламын ба? Тоже ұрпақ жалғастыра аламын ба деген секілді. Сосын өзін-өзіне сенімсіздік бар. Өзін-өзін бағалау төмен. Сосын осы қызғайтын сезім бар. Мен сені жақсы көремін, бірақ алайда біздің болашағымыз жоқ. Мен сенің бақытты болғанын қалаймын деп, ол мен отношение тоқтаттым өзім. Сен жас қызсың, менен 1 жас па, 2 жас па кішкентай қыз. Сен болашағың бар, сен Алла қаласа жақсы жігітті тауып, соны кездестіріп, үйленіп бақытты боларсың деп. Потому что мен қасымда мен білем, үйімдегілерді білем қалай қиналатынын да. Менде ол кезде жұмыста жоқ, үйде төсекте төсек тартып жатқан адам. Мен бұл өмірден ешқандай үмітім жоқ. Менің қасымда сен қиналғанын қаламаймын деп оған ашық айттым барлығын. Ол ең қызығы телефонмен айтқам. Сонымен қоя салайық осы жерден деп. Маған қиын болды ма ол нәрсе? Қиын болды. Өте қиын болды. Но сол кезде мен соны өзімді андай герой сезіндім. Құрбан еттім өзімді деп ойладым да. Жақсы қыз, мен өзімді жақсы көріп тұрған қыз. Солай қарсы болғанын білдіріп, ол жылап қалды. 1-2 жылдан кейін ба сол қыз есіме түсіп кетеді. Іздеймін ғой, жаңағы ВКонтактеден іздесем, қарасам, тұрмысқа шыққан бала шағасы бар.
кішкентай қызы бар сияқты да. Мм. Суреттерінен көрдім. Ішім ашиды. Неге жіберіп қойдым сол кезде деп. Мхм. Бәлкім ана қыз қасымда болған кезде менде өмірге деген құлшыныс пайда болып, жаттығулар жасап, Ой, бір сен ауырған кезде ең бастысы ғой. иә, ол кезде енді қалыпқа келтіруге мүмкіндік бар ма еді деген сияқты ғой енді. Мм. Если бы ғой, короче. Если бы деген сияқты. Хотя ол нәрсе болмайды негізінде. Өткенге өкінбе дейді ғой. Мхм. Оған өкінудің қажеті жоқ. Значит, осылай Алла тағала осылай болып қалады да, түсіндің ба? Тағдырдың жазғаны осы болып тұр да. Бірақ сол кезде бір өкінгенім бар. Мхм. Неге жіберіп қойдым деген секілді. Одан кейін серьезный отношение болды ма? Менде андай болды одан кейін. Қыздармен танысу деген вообще қарсы болдым ондай нәрсеге. Мхм. Тіпті больницаға баратын болсам да қатты таныспаймын. Өйткені таныссаң андай қарым-қатынас орнап кететін сияқты. Қыздарға мен қызықпын. Мхм. Неге? Себебі арбада отырам, оларда аяушылық сезім болады. Қыздар өте сезімтал ғой. Біз қараймыз арбадағыларға, қызды қанша әдемі болса да, сұлу болса да, ақылды болса да дистанция ұстауға тырысасың сразу. Біз саналы ойлана аламыз да. Олар эмоцияға беріліп ойланады. Олар өздерінің андай менің жағдайымды жасау, көмектесу солар ғой. Аяушылық білдіру, сол арқылы сезім пайда болады оларда. Мен сол нәрсені түсініп алдым да. Қыздармен көп сөйлеспейтін болдым. Вообще қарым-қатынасты тоқтататын. Танысуды да қойдым. Өзіме не қылдым? Мен ешкіммен үйленбеймін. Өйткені үйленсем оны қалай асырайсың? Мен жаңағыдай олардың қиналғанын қаламаймын. Біреудің қызын алып ертең оны жылатып жүрсең тоже болмайды. Жауапкершілік алмаймын деп ешкіммен сөйлеспей жүретін. Ол нәрсенің барлығы кейін блог жүргізе бастағаннан кейін, осы ақша пайда болғаннан кейін. Сенімділік пайда болды. Уже отбасын асырай аламын деген бір сенімділік пайда болды кәдімгідей. Өзімнің адамдардан көп кері байланыса аламыз, сөйлесеміз. Мысалы, сіз де өзіңіз маған шәке жақсы оқып қалдым деп айтасыз, оның бәрі маған кәдімгідей самооценкам көтерілуге көмектеседі. Сөйтіп уже түсіндім, что мен бір отбасын егер үйленіп жатсам, Алла қаласа асырай алатынымды. Алланың қалауымен. Содан кейін көбісі айтады, сен кейін танысып жатқан қыздар айтады, сен басқа жігіттер істемеген нәрсені істеп жатсың ғой, по сути дейді. Оны Инстаграм арқылы да білеміз дейді. Былай сөйлесіп деп көріп жүрміз тірліктерің деген секілді. Өзім де ойланып қаласың, Аллаға шүкір, сондай мүмкіндіктер беріп жатыр. Аяқ қолым істемейді. Но басым істеп тұр ғой мен. Сол арқылы біреулерге істете аламын да. Идея айтып, давай былай істейік деген секілді. Қанша білім алсаң, қанша кітап оқысаң, қанша мысалға өзіңді дамытсаң, мүмкіндіктер ашыла бастайды екен. Бағана айтқанда мен сәл ойландым, ақша табу керек дегенде. Сол кезде тек қана копирайтинг деген ақша табуды мен мүмкіндік көрдім да. Кейін уже өзімді дамытып, жетілдіріп, жаңа деңгейге Алланың қалауымен көтерілгеннен кейін уже ақша табудың жолдары көбейіп кетті ғой менде. Даже қолың аяғың істемесе де. Қолың аяғың істемесе де. Қол аяғың сау болса вообще дейсің. Төсекте жатып ақша тауып жатырмын да. Аллаға шүкір. Қазір бизнес аштық, білесіз. Жақында шалқармын деп еще бренд ашып қойғансың ғой. Оған да полиция етіп. Қараңыз да, по идее мен үйде жатырмын. Аяқ қолым істемейді. Бизнесті қалай ашайын? Оның да несі, историясы қызық. Мен әшейін бизнесмен болайын деп емес қой ол. Қарап отырмын, расходтарым көп доходқа қарағанда. Сосын маған қосымша ақша табу керек болды. Қалай табам? Оның алдында выступать етіп жүретін әртүрлі форумдарда, әртүрлі лекцияға шақырады ғой. Мектеп оқушыларынан барып выступать етем, семинарлар ұйымдастырып тұрды. Ақшалай береді выступление. Выступление береді. Сол маған қосымша табысы болатын еді. Одан кейін реклама жасадым. Әртүрлі компанияларға өзімнің амбассадорлық емес, басқа да компаниялар жасап жүрдім да. Оған бару үшін отыруды коляскаға. Ал мен пролежне 1-2 жыл пролежнемен алысып отырамай қалдым. Төсек тартып жатып қалдым, отыруға болмайды деп қалдым. Ақша табу керек. Қалай? Төсек тартып интернет арқылы ақша табуға болады.
копирайтинг маған ұнамайды, текст жазғым келмейді, ерінемін. Содан осы бизнес жасайық дедік. Каспиге бірінші кірем деп ойладым. Каспи емес, сосын Wildberriesке кірдік, тоже маркетплейс. Кім? Бауыржан әлі білесіз ғой? Иә. Оның класстасы бар, Асқар Сыздықов деген жігіт. Танимын. Сол ағалар ұсыныс, мен оларға жаздым. Қалай істеп жатсыздар, қалай істеуге болады, мен кіргім келіп жатыр. Қор үйде жатырмын, давайте істеп көрейік деп. Олар маған айтты, біз саған көмектесейік, сопровождение жасайық, уайымдама, просто мынанша ақша тауып қойсаң болды, Қытайдан алдыртамыз деп. Мен айттым, Қытайда тоже Қытаймен жұмыс істеп жатқан таныстарымыз бар. Мен олардан товар алдыртайын, сонымен Москва складына барып сатамыз деген сияқты. Сауда жасап отырмыз десей. Иә, онымен келісіп қойдық. Ол уже отдельный, то есть маркетплейс отдельный. Одан дәл сол товарды мен Қазақстанға алдырдым. Инстаграм арқылы сатамын деп. Каспи Инстаграм екен де. Иә. Қазір соны да істеп жатырмыз, алан қалаумен. То есть істеймін деген адамға главное желание ғой. Сіз постоянно айтасыз ғой маған, адам маған келетін болса, просто бешеное желаниемен келші болды деп. Басқа сенің қабілетің, ол со временем үйреніп кетесің. Иә. Ол мен соған тірі примерім да. Түсіндіңіз ба? И баяғыда сіз есінде бар ма? Сафқа бірінші барған кезде, бірінші кездесу. Қалай еді біздің курсымыз қандай еді? Сафгрейд, иә. Сол кезде барлық болашақ блогерлер жинап кездесу болды. Сол кезде сіз коланы ұстап тұрдыңыз ғой. Қандай еді? Стакан, жоқ, коланы. Стеклянный коланы ұстап тұрдыңыз. И мына коланы алу керек дейсіз ғой сіз. Кім алады дейсіз ғой. Сол кезде адамдар мен де бір орында отыр да. То есть мен алғым келеді, мәке маған беріңіз. Мен сол кезде коляскамен сізге бардым ғой. Иә. Маған бер маған деген сияқты. Вот солай алып кету керек та. Мүмкіндік көрдің ба? Жолып алып кету керек деген сияқты. И меніңше сол кезде сізге бір сигнал болды да, то что мынау реально коляскада отырып сол нәрсені алып кеткен. Иә. И адам көп қой, егер қарайтын болса жан-жағына, жетістіктің жолы өте көп. И әр адамның бір уникальный жолы бар. Сол уникальный жолын тауып ары қарай жетістікке жету. Ақша деген ол второстепенный нәрселер. Главное пайдалы болуды ойлау керек болды. Иә, любой адамға пайда берсең, шешім берсең бір проблемаға, ол автоматически ақшаға айналып кетеді. Дұрыс айтасыз. Сол нәрсені түсінгеннен кейін уже қазір ол өзім де сол нәрсені қараңыз да, адам қиналып отқан кезде ол өзі басқа адамдармен сөйлесіп ішіндеген шығаратын болса жеңілдейді екен. Депрессияда жүрген адамдар, мысалы не үшін қазір психологтар депрессияда жүрген адамдарға қайырымдылық жаса деп айтады, детдомға бар деп айтады, басқаларға көмектесіз. Қалай көмектесе аласың? Көмектесіз да. И сен көмектескен адамыңның бір көңілі көтеріліп қалса, ол саған по-любому әсер етеді. Иә. Сол нәрсе бар да. И мен қазір өзімнің шын айтқанда сынақта жүрмін. Пролежнем бар, басқа да бар. Үйде жатып қалғаннан кейін өзіңді андай қажетсіз сезініп қалуы мүмкін да. Сол кездерде өзім басқа адаммен сөйлессем, просто достарыммен сөйлессем, ана достарым айтады, шәке шүкір дейді да, мына әңгімең өтті дейді, рахмет дейді. Мен сол нәрседен тоже энергия аламын. Маған сол нәрсе ұнайды. Біз подкастта солай болды. Екеуміз жолықтық. Сенің әңгімең маған өтті. Действительно сен өзің әшейін болмайтын бір проблемаларды айтып жүреміз ғой біз. Ой, мынандай болып қалды деп. Сөйтіп мен де прям өзімде үлкен желание ашылып кетті да. И сөйтіп сразу саған айттым, давай негізінде осы нәрсені түсірейік, адамдарға, көптеген адамдарға жетсін дегендей да. Құдай қаласа, иә. Сен өйткені көп адамға өзің сөйлеп мотивация бересің ғой, дұрыс па? Сен қазір консультация қабылдап жатсың ба, кстати, сондай. Например, егер де бір қазір біреу көріп сен сізбен жолығайын деп, например, депрессияны сен былай шешіп бересің негізінде ше. Ол депрессия просто шешімдер көп оның. Бағана біз айттық қой, басқа адамдарға, мұқтаж адамдарға көмектесу деген. Одан бөлек не ғой, қатты мән бермеу керек ол нәрсеге. Уайымға салынбау керек та. Қазіргі моментпен өмір сүру керек. Біз көбіне андай өткенге өкінеміз, и болашақта не болады дегенді уайымдап қаламыз. Артық уайым ол стресске апарады. Қатты әсер ете алмайсың, оны өзгерте алмайсың.
просто аллаға тапсыруды үйрену керек болды. Біз көп нәрсені өзіміздің уысымызда ұстауға тырысамыз ғой. Ол нәрсе болмайды да. Біз даже өткенде Қайрат ұстаз маған енді Шымкентке келген сайын соғуға тырысады. Үйге келіп анау «Сила воли» деген кітап бар менде. Соны барлық нәрсені өз уысыңда, қолың уысында ұста деп жазып қойған да енді. Андай девиз сияқты жазып қойған. Соны айтады да, бұл негізі адамды стресске апаратын нәрсе ғой дейді. Адамдар сол өзіне көп алып қойып, сол арқылы стресске апарады. Ондай нәрсе болмайды дейді. Сен қолынан келгенше әрекетшін жасайсың, қалғанын нәтижені Аллаға тапсырасың дейді. Біз процесстен ләззат алуды үйренуіміз керек дейді. Ал адамдардың көбі именно нәтижеге фокус қояды да. Ал нәтиже Алладан ғой. Сол себепті стресске батып жатады. Өйткені нәтиже көбіне ойыңдағыдай болмайды. Ожидание қатты жоғары болып кетеді. Әрине. Ожидание реальность болғаннан кейін бірінші очередь өзіңді кінәлайсың. Не то істедің деп. Сен жоқ, сен қалай істей аласың, солай істедің да. Уже андай қоспа керек та, егерде деген нәрсені. Егерде мен көбірек істегенде бәлкім басқаша болады деген сияқты. Ондай нәрсе болмайды. Өткен нәрсені уайымдама дейсің. Өткен нәрсені өкінбей, болашақты уайымдамай, иә. Дұрыс. Осы моментте өмір сүру керек қой. Жеке өміріңізде не отыр? Сол туралы білсеңіз бе? Қазір енді қыздар бар, сөйлескен. Сол болып отыр ма сізге мотивация? Солай десек болатын шығар. Қыздармен сөйлесу. Бұл жерде бізде сыр подкастта, сен сырыңды айту керексің. Давид ет саған ба? Ондан өшіреміз деп, камераны өшір деп. Ниет бар, үйленеміз деген. Осы жыл. Құдай қаласа. Уже өзінде сенімділік барлығы бар ғой уже да. Иә. Мен де уже блог жүргізе бастағаннан кейін уже адамдар қыздарды жазып тұрады. Даже андай болады. Сіз түсімде көрдім деген сияқты жазып тұрады сообщение. Кей кезде историяға саласың сен. Ол нәрседе кәдімгідей бір самооценкең көтеріледі. Кәдімгідей көтеріледі. Содан енді уже не болады? Үйленуге по-любому қорқыныш болатын. Өзімді ойлаймын да, мысалға мен егер әке болсам, менің қызымды өзім сияқты адам сұрап тұрса, или мен қызым өзім мен сияқты адамға тұрмысқа шығамын деп тұрса, мен қандай реакция болады деп. Мен сөзін ашығы мен қарсы болатын едім деймін ғой. Объективно мен қарсы болатын едім да. Ол қандай бір машалла бір күшті жігіт болатын болса да, там жалақысы жақсы болып, білмеймін. Но осындай жағдайда мен ойлайтын едім, қызыма жаным ашып қиналмасын деп қарсы болатын едім. Қызым айтатын едім, как минимум айтатын едім, сен ойландың ба точно? Білесің ба, ол мынандай, ол мынандай. Дайынсың ба деп па? Иә, дайынсың ба ондай нәрсеге деген секілді. Сөйтіп, осының қыздың әке-шешесімен жолығуды, сөйлесуді, сондай нәрседен қашып, әрі жаңағыдай жауапкершілік алудан қашып, әрі сіз бағана айттыңыз ғой, ұрпақ сүю деген сияқты. Онымен үйленгеннен кейін ол әрине ұрпақ сүюді қалайды, бала сүюді да. Сен ол нәрсені бере аласың болған. Так, мына Шалқардың бренді SQ. Шалқар Қуанышбеков дейтін ғой. Так, бұл бағаналік сатып атқан товарың, иә? Иә. Осы жерде жеке бизнесің ғой. Төсекте жатып істеп атқан. Бұл енді керемет мини принтер деп айтады ғой, дұрыс па? Мини принтер, Мини принтер, мен екен видеосын көрдім да, өзім тоже бала шағама алдым, то есть өзінің соткасынан алып, да? Кез келген картинканы шығарып распечат етіп алады, да? Распечат етіп алады, өте оңай қолдануға, иә? Давайте осыны Шалқар сіздерге сыйлық ретінде берем деп жатыр. Давайте берейік, иә? Сыйлық ретінде берем деп жатыр. Қанша адамға береміз, қалай береміз?
давайте Шарты комментарийге, қандай осы подкасттың ютубке комментарийге өздері өз пікірімен бөліссін, да, комментарий Қандай жазып инсайт кетсін. алған деген Да, секілді. қандай инсайт алды, қалай әсер етті. қалай әсер етті, сіздерге ұнады ма деп. Және де историяға осы подкасттың бір отрезігін қырып алыңыздар, скринмен өздеріңізге қалай ыңғайлы болатын болса. Және де Шалқар және Шалқармың Марат.Сарғабаев дейтін екі аккаунтты белгілейсіздер. Сол арқылы біз көре аламыз. Закрытый аккаунт болмау керек. Закрытый аккаунт болса біз көре алмай қаламыз да сіздердің. Сол нәрсені түсініңіздер. Енді мына принтерді кішкентай балаларға, қыздарға, жасөспірімдерге өте ұнайды деген ойдамыз. Ал монтажерларды попросить етіп көрейік, да, чтобы осы жерде анау өзінің инстаграмда бар ғой сенде видео деп шығатын, да, чтобы адамдар толықтай түсіну үшін, да, қалай пайдалану керек деген секілді ма? Өте қол жетімді бағада Шалқарға жазып осы SQ нижний пробел білу дейтін сатып алу керек болса, жазсаңыздар болады. Өздеріңіз алсаңыздар болады. Одан бөлек мен қазір енді өзімде бағана айтып отырмын ғой, маған адамдармен сөйлескен, танысқан ұнайды екен деген секілді. И менің қарап отырсам миссиям да сол да. Сол себепті егер осы подкасттың қонағымен кездесу керек болса, менің қандай да бір пайдам сізге тиеді деп ойласа, жекеге жазса болады. Кездесу ұйымдастырып, офлайн, онлайн маңызды емес, хабарласып істей аламыз да. Менің бұл жерде мақсатым пайдалы болу ғой. И ол бір адамға бола ма, 10 адамға бола ма маңызды емес. Сторис арқылы жеке сөйлесіп те қолдан келгенше алаң қыламын, әйтеуір пайдам тигізсем ба деген ниетім бар. Керемет. Шалқар, үлкен рахмет саған. Біздің сыр подкастқа келіп қонақ болып, мен өзім историяңды қаншама рет естісем де, каждый раз как первый раз дегенде болып тұр. Мен ойымша оқырмандардың көбісіне ұнайды, пайдалы болады дейтін ойдам. Осындай уақыт тауып келгенге үлкен рахмет. Бұл сіздермен болған сыр подкаст. Бізбен бірге болыңыздар. Подписка жасауды ұмытпаңыздар, достар. Видео просмотрлар көп болып отыр, подписка аз болып отыр. Ол да бізге өте маңызды.